ойбайсың да, бес бара отыру керек дейсің да. Мен 5 күн бойы жұмыс істегенім бар. Ожидание реальность болды ма бір нәрседе? Болды. Енді ақшаның қадірін білген уақытым болды. 10 сессия все-таки қиын. Активистік өмір мен осы сабақты қалай екеуін бірге алып жүрсіздер? Жалпы айтқанда Бурабайда өте қызықты болды. Яғни талай кісілермен танысқан болатынбыз, яғни басқа факультеттің кісілермен, басқа факультеттің ұлдар қыздармен таныстық. Бірге Фарсен. Сәлем достар, сіздермен Ену подкаст, бұл біздің алғашқы шығарылымыз. Және де мен есімім Амина болады. Айғаным таныстыра кетсек, біз халықаралық қатынастар факультетінің бірінші курс студенттеріміз. Және де осы жалпы студенттерге арналған подкаст түсірудеміз. Студенттік өмір жайлы студенттерге кеңес беріп, сондай яғни әңгімелесу ретінде. И бізде бүгінгі алғашқы қонақтарымыз, тоже перваштар, бірінші курс студенттері. Өздеріңізбен таныстыра кетсеңіздер. Қош көрдік. Мен есімім Тілеулин Нұртас, ақпараттық технология факультетінің бірінші курс студентімін. Көкшетау қаласынан боламын. Мен атым Ермұратұлы Марғұлан. Мен ақпараттық технология факультетінің бірінші курс студенті, Павлодар қаласынан боламын. Ал енді бірінші сұрағымызға келетін болсақ, неге Ену? Неге Ену? Жалпы айтқанда, көбінесе абитуриенттер Инстаграмнан, немесе интернет желісінен көбінесе студенттік өмірге, университеттің бағдарламаларына, яғни олардың общежитиясына бүкіліне қызығып қарайды, бірақ менде ондай мүлдем болмаған болатын. Яғни мен ентіден тапсырғаннан кейін мен бірден түсінгенім Астанадағы өз мамандығым бойынша, яғни автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша ең үздік университет таңдаймын деп шештім. Сонда бірден ойға Ену келген болатын, және бұл шешім үшін мен мүлдем өкінбеймін. Енді бір күшті ерекше сұрақ қоя кетейін. Алғаш келген кезде не сезіндіңіз? Мен Енуда андай бостандық сезіндім. Өйткені мектеп кезінде мен кішкене андай өзіме қатал көріп, бәрі жабық болғандай көрдім. Енуда бәрі ашық, и көп нәрсе бар, мүмкіндік көп, и сол үшін. Сонда келген ортаңыз сізге ұнады да? Иә, өйткені мен өз оқыған жерімде бәрі өз-өзіне болды, мұнда барлығы бір-бірімен бірге жақсы сөйлеседі. Енді жалпы келесі сұрақ, осы бірінші курсты бітіріп жатырмыз. Осы жалпы бірінші курстағы ең есте қалған оқиғамен бөлісесіздер ма? Бір сондай прямо есте қалған қызықты? Жалпы айтқанда жылдың басында Марғұлан екеуміз де жастар орталығына кірген болатынбыз. Алайда ол өз факультетін қолдап ақпараттық технология факультетіне кірген болатын. Ал мен көлік энергетика факультетіне кірген болатынмын. Және сол естен қалған бір сәт ол, яғни біздің көлік энергетика факультеті бір ресторанда іс-шара ұйымдастырған болатын. Және сол іс-шарада мен жүргізуші болған болатынмын. Жүргізуші болған кезінде мен мүлдем өзіме сенімсіз болатынмын. Яғни бұл кезде былай ғой, мектеп кезінде мен ондайға мүлдем жақын емес едім. Жүргізушілік дегенде, импровизация дегенге мүлдем ондайға жақын емес едім. Бірақ қалайда бірінші рет жүргізуші болып шығып, және ол сезімді сезініп, мен өзімде бір сенімділік сезіндім. Яғни бұл мен ең күшті сәтім деп айтсам болады. Менде ең бірінші Астанаға түскенде қалай болады, мен ақшасыз қалып қайдым, и мен 5 күн бойы жұмыс істегенім бар. Сол есімде болды. Енді ақшаның қадірін білген уақытым болды. Есейдім деңізші. Иә. Енді студент және де оқушы болғанның айырмашылығы бар ма сіздерге? Прям айырмашылық болды ма негізі? Иә, оқушы болған кезде мен айтқандай және кішкене қысылықта болдық. Студент болған кезде сен өз сабағыңды өзің оқисың, өзің үшін оқисың. Сабақта сен үшін оқытқандай болады да. И сенің артынан апайлар жүгіреді, сабаққа не келмейсің деген сөз. Мұнда келмей қойсаң, сен апайдың артынан жүгіресің, апай ашып беріңізші деп. Жалпы айтқанда мен Көкшетау қаласының
дарын мектебінде оқыған болатын, дарын мектебін бітірген болатын. Ол мектепте бізде сабақтармен қатты загруженность болатын, яғни біз таңғы сағат 8-ден бастап кешкі сағат 4:30-5-терге дейін сабақ оқумен ғана айналысатынбыз. Және ол кезде мен интернатта тұрған болатынмын. Ол яғни бір жағынан өте күшті де шақ, бірақ бір жағынан өте қиын кездер болатын. Өйткені ол кезде өзіңіз ойлаңызшы, бір 9-10 класс оқыған кезде бір 8 сағаттық жұмыста мектепте жүргендей боласыз. Сол кезде негізі бір түсінгенім, енуға келіп, мұндай загруженность мүлдем университетте жоқ. Яғни мен өз мектебіме сол үшін ризамын. Сол кезде қазіргі таңда бізде максимум дегенде 5 пара болады. Сол 5 параны отырып шыққан ойлайсың да, 5 пара отыру керек дейсің да, бірақ арасында мектеп кездерді еске алып, қалай 9 сабақ отырып, артынан 2 сабақ дополнительно отқанымды еске алып, бұл 5 пара мүлдем жаныма жақын болмайтынын, яғни мүлдем қиын болмайтынын сезінемін. Яғни оған қоса бір түсінгенім, мектепте сенің артынан, Марго айтқандай, сенің артынан жүгіреді негізі, ал универде сен мүлдем өз-өзіне өзің қарайсың, өз-өзіне өзің жауап бересің. Жаңа өмірге көшесің, өсесің, ақыл тоқтатасың, тағы не бар? Ақша табамыз. Жалпы келесі сұраққа келетін болсақ, қандай ұйымдарға мүшесіздер? Және де не үшін осы факультеттің жастар орталығын таңдадыңыздар? Яғни өзіміздің қалай кіргенімізді айтып берейік па? Қысқаша, не үшін кірдіңіздер? Қандай қызықты? Ол қызық оқиға негізі. Ол август кезінде мен Астанада болып жұмыс істеп жүрген кезім. Бір жолдары мен дос болам. Гитарка шақырады, яғни тиктоктан афиша көреміз. Енудің атынан гитарка дейді. Біз дос болып екеумізді гитара тартамыз. Біз соған қызығып, мен жұмыстан кейін шаршап, соған барамыз әйтеуір. Сосын сөйтіп қарасам, гитара кішкене қызық болмай жатыр ма, сосын өзіміз балаларға айтып, жігіттер, бізде ойнап қояшы, бізде ойнай аламыз деген болатынбыз. Сол кезден бастап мен өзім көлік энергетика факультетінің жастар орталығына мүшемін. Және сол жастар орталығына кірген себебім, яғни ол бірден өз тараштармен, яғни жанымдағы балалармен, перваштармен бірден тез тіл табысуымда. Болса, менде қарапайым, менің әпкем бар, 4-ші курс оқитын. Соның достары экс-руководтар болған. Солар мені күштеп кіргізді деуге болады. Күштеп кіргізі жоқ, просто мен оларға қызық кеттім де, кіргімге кетті. Сосын 31 август фит ақпараттық технология гитаркасы болды. Сол жерде бәрімен таныстық, сол жерде кіріп кеттім. Енді активистік өмір мен осы сабақты қалай екеуін бірге алып жүрсіздер? Қандай да қиындықтар туындап жүр ма? Онда қатты қиындықтар жоқ. Активистік өмір мен ол бос уақытында сабақ бірінші орында болу керек. Ол МС-нің бірінші қағидасы. Қатты қиындықтар жоқ. Сабақ всегда бірінші орында. Мен Маргоен тура келсем, негізі ондай қатты қиындықтар көріп жүрген жоқпыз. Активистік өмірдің бір қызық жері, яғни сен бос уақыттың кезінде өзіңді жаңа істермен, жаңа таныстармен қолданасың. Яғни сен бос уақытын уже бір пайдалы іспен не болады. Жалпы осы Мысалы таныстар табасың екеуміз. активистік ұйымға кіргеннен кейін не үйрендіңіздер, және де осы болашаққа бір пайдасы тиетін бір зат үйрендіңіздер ма? Не деп ойлайсыздар осы? Мен адамдармен сөйлесуді үйрендім. Дұрыс сөйлесуді, андай официально дұрыс сөйлесуді, және дұрыс дос табуды, андай өзіңді бос табуды үйрендім. Жалпы негізі мен өзімде андай социум арасында ұялшақтық деген жоқ, бірақ мана айтып кеткендей, жүргізуші болған кезімде ол мені мүлдем негізі өзгерткен болатын. Яғни мен өзіме сенімділігімді арттырған болатын. Яғни бұл жерде
жүргізуші болу маған тек ол іс шарада тек қана жүргізуші ғана болып қоймай, қазіргі таңда өзімді осындай подкасттарға түскенмен осылай шақырған кезде өзімді көрсетуге тырысуға көмектеседі. Яғни келесі болашақта өзімде былай өзімде подкаст түсірсем де ондайға мүлдем қиналмайтындаймын. Енді жалпы бірінші курсқа алғаш түскенде ожидание реальность болды ма бір нәрседе? Негізі ашығын айтқанда мен енудің активистік өмірі, студенттік өмірі жайлы мүлдем білмеген болатын. И былай қарағанда басында мен түскен кезімде енуға тек қана білім, яғни оқу Тек бағдарламасы ғана бойынша түскен болатын. Яғни тек қана диплом алам, диплом үшін оқимын, мен мамандық иесі болам дегендей түскен болатын. Бірақ алайда қазіргі таңда қарап тұрсақ, тек қана диплом ғана емес, тек қана сабақ қана емес, басқа жақтан да басқа сырларымызды ашып жүрудеміз. Талай іс-шараларда гитара тартып, домбыра тартып дегендей. Менде болса, менде опыт болды. Мен әпкем көрсететін, мен сонымен қызығатын. И кіргенде менде ожидание дәл сондай болды. Типа ол кезде ондай МТ деген қатты дамымаған болды. И біз келгенде бүкіл мүмкіндіктер болды. Ал сабақ бойынша сабақ бізде екеумізде әртүрлі мамандық еді. И мен мамандығым кішкене қиынырақ, өйткені мен мұғаліммін. И 10 сессия все-таки қиын. 10 сессия, вау. Жалпы осы енуға келгенде бірдеңе күттіңіздер ме енудан? Студенттік өмірден тоже. Жалпы айтқанда мүлдем. Просто ойланбай, просто универге түстіңіздер и ары қарай. Жалпы бай ғой, грантқа түстік, болды, грант бар, стипендия аламыз, мә студенттік өмір дегендей. Бай араласып тұратын бір екі бала болатындай. Бірақ сол именно енудің несі, именно енудің студенттік өмірі негізі соның барлығын өзгерткен болатын. Яғни мысалы айтқанда біз Маруан екеуміз бір қараша айында танысқан болатын шығармыз. Бірақ қазіргі таңда біз онымен кәдімгідей балаларда болатындай родной деп сөйлесе береміз. Ондайға мүлдем қысылмайсың. Ал егер мұндай студенттік өмір, мұндай мүмкіндіктер болмаса, біз мүлдем араласпайтын да, мүлдем таныс болмайтын да шығармыз. Мысалы, міне сіз оқушы болып мектеп бітірдіңіз, университетке түскен кезде қандай да бір алдыңызда ожиданияларыңыз болады ғой? Мысалы, бұл қалай болады екен, группаластарым қандай болады екен, университет жалпы ұнай ма деген сондай ойлар болды ма? Иә, ондай қорқыныштар бәрінде болатын сияқты. Көбінесе группаластармен тіл табысам ба деген, немесе қасымдағы комталас жақсы бола ма? Біз общежитиеде тұрамыз, и бізде қасымызда комталар қалай екен, көршілеріміз қалай екен деп бірінші солармен танысамыз. Сосын қалай оқу барысы, апайлар қатал емес па, бізді түсіріп тастамай ма деген сөз, тіл табысамыз ба. Иә, сол ең басты стипендия, сосын стипендия күтетін уақыт қой, айдың соңдары. Жалпы бірінші курстарыңыз қалай өтіп жатыр? Осы уақытқа дейін студент болып келе жатқан уақыттарыңызда қандай қызықты сәттер болды? Саған сенем. Жалпы айтқанда негізі Марған бірінші айтқан дұрыс болатын еді. Олар 3-ші потокпен Бурабайға барған болатын. Қателеспесем, олар ақпарат технология факультеті, механика математика факультеті және филология факультетімен барған болатын. Сол жайлы сен айтып кетсейші. Нұртастың өзім не шақ екен. Бізде бәрі күшті өтті. Біз андай бөлек нәрсе болған жоқ. Бізде бәріміз бірдей болдық. Ең шумный факультет біз болған шығармыз. Бүкіл музыканың бәрін автобусты шулатып, андай күшті жағдай болды. Сосын қайтар кезде біздің автобустың доңғағы жарылып қалған еді. Сосын 15 минуттай қарда күрескен едік. Қатып, басқа не болғандай, сол тамақтар дәмді болды. Келесі апта, яғни Марғандар барғаннан кейін көлік энергетика факультетінің жастар орталығы, экономика факультетінің жастар орталығы және
жаратылыстану ғылымдар факультетінің жастар орталығы болып 3 факультет болып Бурабайға 4-ші потокта біз барған болатынбыз. Бұл 4-ші поток точно бүкілін жарды деген ойдамыз. Бүкілін жарды деген сенімдеміз. Жалпы айтқанда Бурабай беріп жатырмын. Бурабай деген жалпы Сәкен Сейфуллин айтқандай, Көкшетаудың 80 көлі жиналған табиғаты арқалықтың ар жағы дегендей. Жерұйықтың бір негізі. Жалпы айтқанда Бурабайда өте қызықты болды. Яғни талай кісілермен танысқан болатынбыз, яғни басқа факультеттің кісілермен, басқа факультеттің ұлдар қыздарымен таныстық. Бірге костердің жанында отырып ән айтқан болатынбыз. Сол үшін негізі үлкен рахметімді орталық аппарат мүшелеріне айтқым келеді. Сарбек Нұрмахамед, Алиев Арсен, жалпы айтқанда бүкіл орталық аппарат мүшелеріне үлкен алғысымды білдіреміз. Марғұлан. Иә. Жақсы, рахмет үлкен. Өстіп сұрақтарымызға жауап беріп, бірінші курстағы осы оқиғаларыңызбен бөліскендеріңізге, сіздерге де көрермендер өте қызықты болды деген ойдамыз. Және де біз бұны жалғастырамыз, подкасттар темасын. Келесіде тағы да перваштар немесе басқа да курс студенттерін шақырамыз. Алғыс айтамыз, рахмет. Келесі кездескенше қоштаспаймыз. Сау!